Ассалаумағалейкум, құрметті отандастар, құрметті бауырлар, мұсылман достар. Мінекей бүгін бір Алланың қалауымен осындай бір 3 қабатты үйден түсіп кеткен балконнан қазіргі таңда біз Чинчон қаласынан Сеул қаласындағы ауруханаға келдік. Бұл жерге ауыстырғанымыз себебі бұл жер өте бір арзан, шетел азаматтарын қолдайтын аурухана болып табылады. Аурухана қызметкерлері бұл жерде сағат 5-ке дейін жұмыс жасайды, ал біз өтініштерімізді қабылдап, қазір мінекей сағат 6:30 болып бізді күтіп тұр. Бұл бауырымыз екі аяғы сынып кеткен, екі аяғы мыжылып кеткен сүйектері, соның барлығын осы жерде емдеп, қайта ота жасау керек. Ота Алла қаласа бірінші күні болады. Қазіргі таңда ешқандай қаражаты жоқ. Біз байланысқа шықтық, келдік, көрдік, үйрендік. Алдағы уақытта толық ақпаратты беремін. Банк нөмірлері қалдырылады. Толық барлық жерге отандастар қолдан келгенше көмекті беріп, барлық жерге таратайық. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, братья мусульмане. Ну, это все воля Аллаха. Я вчера, было 17 декабря, хотел воду сделать, но упал, 2 ноги сломал. И спину, позвоночник подтвердил. То есть, этот. И сейчас врачи говорят где-то около 10 миллионов. Я не знаю, где их достать. И кто сможет, сколько сможет, пожалуйста, помогите ради Аллаха. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Жақсылықта жарысайық отандастар.